Сәлем, менің атым Насырхан Санжар. Мен Толстой атындағы орта мектебі 2А сынып оқушысымын. Мен кітап оқығанды жақсы көремін. Мен мектеп кітапханасында «Өнегелі ертегілер» деген кітапты таңдадым. Бұл кітапта көп ертегілер бар. Бұның ішіндегі ең қатты ұнаған ертегім бұл «Түлкі тасбақа және кене». Ал осы ертегіні сендерге айтып берейін. Баяғыда түлкі тасбақа және кене жолда келе жатып бір уыс тары тауып алады. Олар тарыны өсірейік, егейік деп шешеді. Түлкі бір жерді көрсетіп, тасбақа жерді қазып, кене сеуіп шығады. Уақыт өте келе тары өсіп бәрін жинаған кезде түлкі айтады: «Бұны үшке бөлсек, үшеумізге жетпейді», дейді. Сосын түлкі сондықтан жарысайық дейді. Кім бірінші келеді, кім ұтады, сол түгелімен алсын дейді. Түлкі жүгірген кезде кене аяғына жабысып алады. Түлкі шаршадым деп отырайын деген кезде: «Ей, мені бас кетпе», дейді кене. Түлкі таң қалып: «Сен қашан келгенсің?» деп дауласып жатқанда тасбақа да келеді. Тасбақа айтады: «Мен анаяқта бір пәле көрдім. 2 адам да түлкіні көрмедің демей» деп жүр екен. Қолдарында бүркіті бар, жандарында иттері бар, дейді тасбақа. Түлкі шошып кетіп: «Айналайындар, тарыны өздерің бөліп алыңдар. Бақ, мен қайда жүгіргенімді айтпаңдар» деп түлкі қаша жөнелді. Іргелі ауылының кітапханасында «Тез жылдам түсінікті» атты тақырыпта өткен әдебиеттік жылдам оқу байқауына белсене қатысып, алғыс хат алдым. Достар, кітапханаға барыңдар, кітап оқыңдар, білім алыңдар. Сау болыңдар, достар.